Арқатөбе аймағында қариялар күні бүгінге дейін сыбырлап айтып жүретін бір оқиға бар. 1986 жылдың қоңыр күзінде ауылдың мазасын алған ағайында екі бұзақы әрі маскүнем Берік пен Серік Арланұлы ізім қайым жоғалып кетеді. Оларды бір ай бойы іздегенімен ешқандай дерек табылмады. 15 жылдан соң іс ескіргендіктен жабылып, олар ресми түрде хабарсыз кеткендер тізіміне енді. Бірақ ауыл тұрғындары шындықтың не болғанын іштей сезетін. Бұл екеуі 9 жасар бейкүнә қыздың көргенін айтып қоймау үшін, оның бетін пышақпен айқыш-ұйқыш тіліп қорлаған болатын. Тәртіп сақшылары дәлел жоқ деп істі жауып тастады. Сол кезде қыздың атасы 68 жастағы Қажымұрат қария, кезінде 87 жаудың көзін жойған мерген, шатырда 23 жыл бойы жатқан 5 атарын қолына алды. Ол ағайындыларды түн ішінде ұрлап кетіп, орманның ең түкпіріндегі қараусыз қалған аңшы үйіне апарды да, оларға нағыз аңшылық көрсетті. Қылмыс дерек арнасына қош келдіңіздер. Мұнда біз ресми басылымдар жазбаған, мұрағаттар жасырған және тек сол жылдары өмір сүргендер ғана білетін құпияларды ашамыз. Совет заманының оқулықтарға енбейтін ащы шындықтарын жіберіп алмас үшін арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. 1986 жылы Қажымұрат қария 68 жаста еді. Ол ұзын бойлы, тарамыс денелі, жанары өткір, бурыл шашты адам. Жүзі нәжім торлаған, бірақ қолдары әлі де болса темірдей мықты. 25 жыл бойы әскерде қызмет етіп, 1938 жылдан 63 жылға дейін отан алдындағы борышын өтеді. 4 жылдық сұрапыл соғысты мерген ретінде өткеріп, 87 дұшпанның көзін жойғаны ресми расталған. Соғыстан кейін де әскери нұсқаушы болып, 63 жылы аға сержант шенімен демалысқа шықты. Туған ауылы Қайындыға оралды. Үйленіп, ұлды болды. Бірақ тағдыр оны аямады. Зайыбы осыдан 5 жыл бұрын дерттен қайтыс болса, жалғыз ұлы 10 жыл бұрын әскери жаттығу кезіндегі жазатайым оқиғадан мерт болды. Қазір ол небары 40 түтіні бар. Қайыңды ауылында жалғыз тұрады. Ол көрші қолаңға қол ұшын созатын, бау бақшасымен айналысатын өте сабырлы әрі құрметті қария. Қажымұраттың бар жұбанышы ұлынан қалған жалғыз тұяқ 9 жасар немересі Айжан. Қыз бала анасымен бірге 15 шақырым жердегі көрші ауылда тұрады. Жиі атасына келіп тұратын Айжан сары шашты, көк көзді, пысық қыз. Қажымұрат немересін жанынан артық жақсы көреді. Ол қарияның бұл дүниедегі жалғыз ет жақыны. Ал осы Қайыңды ауылында ағайынды Берік пен Серік деген екі бұзақ тұратын. Берік 38-де, Серік 32-де. Күнде ішімдік ішіп, ауылдың мазасын алатын бұлар, қолға түскеннің бәрін қорадан мал, қоймадан астық ұрлауды әдетке айналдырған. Әлсіздерді ұрып-соғып жол тосатын. Тәртіп сақшылары бұларға тиіспейтін, өйткені аудандық бөлімде оларды жебеп отырған ағалары бар еді. Ауылдастары олардан сескенетін. Бұлар ауылдың шетіндегі қирап қалған, қоқыс басқан үйде тұратын. 1986 жыл 5 қазан жексенбі. Күздің шуақты күні. Күндіз ауа температурасы 8 градус жылы болса, кешкісін 2 градусқа дейін суытатын. Айжан атасының үйіне демалысқа келген еді. Түскі сағат 4 шамасында қыз бала үй маңындағы орманға саңырау құлақ теруге шығады. Қолында себеті, үстінде жеңіл күрткесі бар ол, әндетіп келе жатып, орман ішіндегі алаңқайға шығады. Алаңқайда бір жүк көлігі тұр екен. Жанында ағайындылар жәшіктерді ескі қораға тасып жатыр. Айжан ағаштың тасасына тығылып, Беріктің: «Кезірек, қараңғы түспей жасырып үлгеру керек. Ертеңнен бастап сатамыз» дегенін естиді. Жәшіктерде ұрланған ішімдіктер болатын. Айжан байқаусызда құрғақ бұтақты басып кетеді. Сартық еткен дыбыс шықты. «Естідің бе, Серік?» Берік жалт бұрылды. Ол ағаштың тасасындағы Айжанды көріп қалды.
«Әй қыз, бер кел!» Айжан қорыққаннан қаша жөнелді. «Анау бәрін көріп қойды, ұстап оны!» деп айқайлады Берік. 9 жасар баланың ересек ер адамдардан қашып құтылуы мүмкін емес еді. Небары 50 метрден соң Берік оны қуып жетіп, жерге итеріп жіберді. Айжанның себеті ұшып кетіп, өзі еңіреп жылай бастады. «Жіберіңші, мен ешкімге айтпайым». «Сен кімсің өзің?» «Мен Айжанмын. Қажымұрат атаның немересімін». Берік мысқылдап күлді. «Әлгі ауыл шетіндегі шалдым немересі ме? Серік те жетіп келді, демігіп тұр». «Не істейміз? Ол бәрін көрді ғой». «Бұл қыз үндемеу керек», деді Берік, қалтасынан бүктемелі пышағын шығарып. «Көке, өтінем, тиіспеңші, мен уәде берем, тіс жармаймын». Айжан шыңғырып жіберді. Берік қыздың шашынан орап ұстап алды. Серік шошып кетіп, «Берік, қойсаң шол бала ғой», деді. «Үндемейтін болсын, мәңгі есінде қалсын». Берік құшақты Айжанның бетіне жақындатты. Айжан жұлқынып, жан дауысы шыға айқайлады. Берік оның маңдайынан бастап, оң жақ бетімен иегіне дейін пышақты терен батырып, тіліп жіберді. Қан шашырап, қыз бала ауырсынудан есінен тана жаздады. Серік бетін басып, теріс айналды. «Екіншісінде салайын, сонда анық есте сақтайды» деп, Берік енді сол жақ самайынан иегіне дейін екінші рет тілді. Бетіне айқыш-ұйқыш таңба салынған қыз бала қанға боялып, ессіз күйде орман ішінде қала берді. Олар оны тірі қалдырғанымен, жанына өшпес жара салды. Бет әлпеті тілім-тілім. Айжанның жүзін қан жуып кетті. Ол шыңғырып барып, даусы бәсеңдей берді. Ауырсыну мен соққыдан есінен танып қалды. Берік орнынан тұрып, пышағын шөпке сүртті. «Енді үндемейтін болады. Есіне түсіруге де қорқатын болады», деді ол суық дауыспен. «Берік, өріп қалсашы», деді Серік үрейленіп. «Өлмейді. Тіліктер терең емес, тірі қалады. Жата берсін. Кеттік бұдан», деді Берік. Екеуі орман ішіне сініп кетті. Айжан қан жоса болып, ес-түссіз жерде жатты. Арада 1,5 сағат өткенде Қажымұрат атасы уайымдай бастады. Немересі қыдырудан оралмады. Күн ұясына батып бара жатқан еді. Шам алып орманға қарай беттеді. Соқпақ жолмен жүріп келе жатып, «Айжан, Айжантай, қайдасың?» деп айқайлады. Алаңқайға шыққанда жерде жатқан кіп-кішкентай бейнені көрді. Жүгіріп барып немересін көргенде зәресі ұшпаған жер қалмады. Жүзі қанған. Бетінде айқыш-ұйқыш түскен екі терең тілік. Шөптің үстіндегі киімі бәрі қан. Айжан ес-түссіз, бірақ дем алып жатыр. Қажымұрат зәресі ұшап отырып, оны құшағына алды. Бауырына қысып, ауылға қарай жүгірді. Жасы 68-де болса да, бойындағы күш-қуаты мен үрейі оны ұшқыр етті. Ауылға жетіп, «Көмектесіңдер, жедел жәрдем шақырыңдар, тез!» деп айқай салды. Көршісі Мәриям апа үйінен атып шығып, қанға боялған қызды көріп, жүрегін ұстай алды. «О Алла, не болды?» «Қажымұрат, қазір шақыртамын». Мәриям апа ауылдағы жалғыз телефонға жүгірді. Жедел жәрдем 40 минуттан соң жетті. Дәрігер Айжанды тексерді. Бетінде өте терең кесілген жаралар бар. Қан көп жоғалтқан. Тез арада ауруханаға жеткізу керек. Оны 20 шақырым жердегі аудандық ауруханаға алып кетті. Қажымұрат олармен бірге барып, немересінің қолынан ұстап, қабырғасы қайсы қарап отырды. Қолдары жұдырық болып түйілген, еріндері жымқырылған. Ауруханадағы оташы дәрігер Айжанды көріп, Қажымұратқа бұрылды. Маңдайынан иегіне дейін екі бетін айқыш-ұйқыш тіліп жіберген. Мұны өте ұзуе әрі әдейі істеген. Бұл кездейсоқ жарақат емес, бұл қасағана қорлау. Мұны кім істеуі мүмкін? Қажымұрат, оны мен анықтаймын. Сіз тек құтқарымызшы, деді. Дәрігер, құтқарамыз, жарасын тігеміз, бірақ бұл тыртықтар өмір бойы қалады. Жүзі өмірлікке зақымдалды, деді мұңайып. Сол заманда жүзді қалпына келтіру оталары пластикалық хирургия қол жетімсіз еді. Қажымұрат басын изеп,
қолдарыңыздан келгеннің бәрін істеңіздер деді. Айжанға 3 сағат бойы ота жасалды. Бетіне 54 тіліс салынды. Қажымұрат түні бойы жанында отырып, оның танылған жүзіне қарап, 9 жасар баланы осылай қорлауға кімнің дәті барғанын ойлап, іште егілді. 3 күннен соң 8 қазанда Айжан есін жеді. Беті толық таңылған, тек жанар ғана көрінеді. Атасын көріп, әлсіз дауыспен «Ата» деді. Қажымұрат еңкейіп, «Мен осындамын Айжантай. Сен қауіпсіз жердесің» деді. «Ата, жаным ауырып тұр». Қажымұрат оның қолынан сипап, «Шыдап отам. Дәрігерлер көмектеседі» деді. Айжан біраз үнсіз жатты да, «Ата, бұл Арланұлы ағайындылар еді» деді. Қажымұрат селт ете қалды. «Кім?» «Айжан, Берік пен Серік Арланұлы. Мен оларды орманда көрдім. Олар жәшіктерді жасырып жатты. Берік мен ұстап алып, пышақпен тілді. Өте ұзақ. Серік тоқта деді, бірақ Берік тыңдамады. Дауысы бәсеңдей берді. Шаршадым». Қажымұрат, «Жақсы Айжантай, тынық, бәрі жақсы болады» деді де, жүзі тас болып қатып қалды. Енді ол кімнің істегенін білді. Ауылдың бұзақылары, оның немересінің жүзін қорлаған солар. 9 қазанда ауруханаға учаскелік сақшы Самат келді. Елулердегі толықша жалқау адам. Айжаннан жауап алды. Айжан бәрін, Берік пен Серікті көргенін, жәшіктерді, пышақты айтып берді. Сақшы жазып алды. Қажымұрат, «Оларды қашан тұтқындайсыңдар» деді. Сақшы, «Кексереміз, олардан жауап аламыз» деп кетіп қалды. 10 қазанда сақшы қайта келіп Қажымұратқа, «Қажымұрат ақсақал, мен ағайындылардан жауап алдым. Олар бәрін жоққа шығарып отыр. 5 қазан күні бойы үйде болдық» дейді. «Көршілер де растады. Пышақ табылмады. Оларда пышақ жоқ екен. Алаңқайдан ешқандай жәшікте таппадық. Үлгеріп алып кеткен болуы керек. Дәлел жоқ» деді. «Кішкентай қыз олардың атын атап тұр ғой. Ол оларды таныды» деді Қажымұрат ашумен. «Бала қателесуі мүмкін. Соққалды. Қан жоғалтты. Үрей үстінде болды. Түсіне көрінген болар. Оның үстіне...» Сақшы кібіртіктеп қалды. «Оның үстіне не?» Сақшы ауыр күрсінді. «Арланұлы ағайындылардың ағасы аудандық бөлімде бастық болып істейді. Ол, дәлел жоқ болса, істі жабыңдар» деп бұйрық берді. «Кешіріңіз» деп кетіп қалды. Қажымұрат аурухана дәлізінде жыдырғын түйіп тұрып қалды. Сақшылар ештен істемейтінін түсінді. Олар ақшамен, тамыр таныстықпен құтылып кетті. Айжанның жүзі өмірлікке қирады, ал ешкім жауап бермейтін болды. «Бұлай болмайды» деді ол іштей. Ол оларды өзі жазалайды. 11 қазанда Қажымұрат үйіне оралды. Айжан ауруханада тағы бір апта емделетін болды. Қажымұрат үйіне келіп, шатырға көтерілді. Бұрышта шаң басқан ескі әскери кемір сандық тұр. Ол 23 жыл бойы ашылмаған еді. Қажымұрат сандықты ашты. Ішінде оптикалық көздеуіші бар. 1891-1930 жылғы үлгідегі Мосин мылтығы жатыр. Нағыз мерген мылтығы. Бұл қару соғыста 4 жыл бойы иесіне адал қызмет еткен. Әскерде тағы 19 жыл пайдаланылған бұл мылтықта Қажымұрат қызметтен кеткенде естелік ретінде еңбегі сіңген орденді мерген болғандықтан өзінде қалдыруға рұқсат берген еді. Қажымұрат мылтықты қолын алды. Ауыр, мұздай. Шүберекпен шаңын сүртіп майлап, механизмдерін тексерді. Бекітпесі, затворы, майдай жырттыр. Көздеуші аман, оңғысы таптаза. Сандықта 7-де 62 миллиметрлік 40 дана оқ жатыр екен. Жетерлік. 12 қазанда Қажымұрат орманға бет алды. Бұл маңда ол 5 саусағындай біледі. Ауылдан 15 шақырым жерде ескі аңшылар үйшігі бар. Оны кезінде Қажымұраттың әкесі 30 жылдары салған еді. Қазір қараусыз қалған, ешкім бармайды. Қажымұрат үйшікті тексерді. Ағаштан салынған, сән қисайған, бірақ
шатыры бүтін, қабырғалары берік. Іші бос, кек ағаш сөрелер, үстел және тот басқан пеш бар. Бол жолды жаттап алып, кейін қайтты. 13 қазанда Қажымұрат ағайындыларды бақылай бастады. Олардың күнделікті әдетін білді. Түске дейін ұйықтайды, күндіз ауылда қайыр тілеп, ішімдік іздейді. Кешке үйлерінде ішіп жеп, түн ортасы ауа құлайды да, түске дейін өліде ұйықтайды. 14 қазанда қария орманға барып, мылтығын сынап көрді. 100 метрден, 200 метрден, 300 метрден нысананы дәл көздеді. 23 жыл өтсе де, қолдары мен жанары бәрін ұмытпаған екен. Бәрі дайын. 15 қазан, сәрсенбінің түні. Қажымұрат дайындыққа кірісті. Үстіне қара киімдерін киіп, қолына темір лом, берік арқан, ауыздарына тығатын шүберек, кляп және шам алды. Өзінің ескі ГАЗ-51 жүк көлігіне отырып, ағайындылардың үйіне тартты. Түнгі сағат 3. Ауыл ұйқыда. Үйге 200 метр қалғанда қозғалтқышты өшіріп жаяу барды. Әскери машығының арқасында дыбыссыз жақындады. Есік құлыпталмаған екен. Қажымұрат ішке кіргенде мүңкіген ішімдік пен жуылмаған денелердің сасық иісі мұрын жарады. Лас төсекте ағайындылар қор ете ұйықтап жатыр. Қажымұрат алдымен үлкені Берікке жақындады. Кемір ломды көтеріп басынан дәлде бұрды. Өлтірмейтіндей, бірақ есінен тандыратындай күшпен соқты. Берік қынт деуге үлгермей, қор ете қалған дыбысы бірден үзілді. Сосын Серіктің де басынан ұрып, есінен тандырды. Ол екеуінің де қолын артына қайырып, аяқтарымен қоса мықтап байлап, ауыздарына шүберек тұқты. Қажымұрат оларды кезекпен көліктің қошорабына тасып деді. Үстерін брезентпен жауып, орманға қарай айдады. Жаңбырдан кейінгі батпақ жолмен көлік кеңселіп, баяу қозғалды. Көзге түспес үшін шамдарын жақпады. Айдың жарығы жетіп жатыр. 40 минуттан соң аңшы үйшігіне жетіп, екеуін ішке сүйреп кіргізді де, өзі босағаға отырып, таңның атуын күтті. Кемексін тұтатып, орманға қарады. Кек желдің гуйлі мен үкінің дыбысы ғана естіледі. Таңғы сағат 7-де орманды тұман басты. Ауа температурасы 3 градус қана. Қажымұрат ішке кіргенде ағайындылар еш жия бастапты. Алдымен Берік көзін ашты. Қол аяғы байлаулы, аузында шүберек. Қасында әнісі де солай жатыр. Ал төбелерінде мылтық асынған қария тұр. Берік шүберектің астынан бірден айтқысы келіп мөңіреді. Көздерінде үрей ойнайды. Қажымұрат еңкейіп, оның аузындағы шүберекті алып тастады. Берік қақалып, шашалып, қырылдаған дауыспен сөйлей бастады. Сен кімсің, шал? Бұл не сұмдық? Біз қайтамыз. Қажымұрат оған суық жанармен 10 секундтай үнсіз қарап тұрды да, сабырлы, бір қалыпты дауыспен сөзін бастады. Мен сендерге бұл дүниеде заңның жоқ екенін, бірақ әділеттің бар екенін көрсетуге, мен Қажымұратпын. 5 қазанда сен пышақпен тілген қыздың атасымын. Беріктің жүзі кір қожалақ сақалының астынан боп-боз болып кетті. Қандай қыз? Мен жағынды қарс деп бөліп жіберді Қажымұрат. Менің немерем Айжан, 9 жаста. Сен оны орманда ұстап алып, маңдайынан иегіне дейін айқыш-ұйқыш тілдің. 54 тігіс салынды. Дәргерлер, тыртық өмір бойына қалады. Беті қорланды деді. Ақсақал, тыңдаңызшы, бәр олай емес. Ол өзі біз қаламадық. Ол 9-да еді. 9-да. Сен 9 жасар баланың жүзін осып бастадың. Серікте оянып, мылтықты көріп, аузындағы шүберектің астынан мөңіреп, жұлқына бастады. Қажымұрат оған жақындап, аузын босатты. Серік бірден сайрай жөнелді. Қажымұрат ата, бұл мен емес. Бұны Берік істеді. Мен шетте тұрдым. Мен оған тоқта дедім, Құдай ақа. Жап аузынды, Серік деп ақырды Берік. Жоқ, бұл шындық.
Мен тигенім жоқ, бәрін ол істеді. Қажымұрат Серікке суық қарады. Сен шетте тұрдың ба? Иә, мен оған қол тигізген жоқпын, ата. Бірақ сен ағаңды тоқтатпадың. Пышағын тартып алмадың. 9 жасар баланы қорғамадың. Сен оның жүзін 2 рет тіліп жатқанда жанында қарап тұрдың. Серік үнсіз қалды. Демек, сенің де кінәң бірдей, деді Қажымұрат. Ол екеуіне де қарап тұрып сөзін жалғады. Тәртіп сақшылары істі жауып тастады. Ағаларын сендерді жебеп қалды. Дәлел жоқ десті. Баланың сөзі есеп емес екен. Демек, заң сендерді жазаламайды. Қажымұрат біраз кідірді. Бірақ мен жазалаймын. Қажымұрат Беріктің қасына барып аяғындағы арқанды шешті де, желкесінен тартып тұрғызды. Беріктің басы теңселіп, жүрегі айнып тұрды. Қажымұрат оны есікке қарай сүйрек шығарды. Сыртта тұман, орман, тыныштық. Қария Беріктің қолын босатып жіберді де, 5 метрдей кейін шегініп, мылтығын кезеді. Берік білегін уғалап, не болып жатқанын түсінбеді. Сен мені жіберіп жатсың ба? Қажымұрат оптикалық көздеуіштен қарап тұрып, байсалды дауыспен, жүгір Берік деді. Не? Жүгір дедім. Егер қашып құтылсаң, тірі қаласың. Берік қарияның әзілдеп тұрмағанын сезді. Шалдың көзінде ештеңе жоқ еді. Не ашу, не ыза. Тек мұздай бос дүние. Берік жалт бұрылып, орманға қарай тұра жүгірді. 38 жастағы маскүнемнің аяғы батпаққа батып, басы айналып, қисалаңдап барады. 10 метр, 20 метр. Қажымұрат қозғалмастан тұрды. Мылтықтың дүмі иығына тығыз тиіп, иегі құндаққа жатты. Көздеуіштің қиылысқан сызығы Беріктің арқасынан ықталды. Ол 80 метрдей ұзағанда қария демін ішіне тартып, жартылай шығарды да тынысын іркіді. Мергеннің жүрегі баяу соғып тұр. Саусақ ілмекті жайлап басты. Гүрсіл, орман ішін жаңғырып басты. Берік етпетінен құлап, жан дауысы шыға шыңғырды. Оқ оң жақ санына тиіп, сүйекті уатып жіберген еді. Сұмдық ауырсыну. Берік аяғын ұстап пақсып жатыр. Қан саусақтарының арасынан атқылап, жердегі жапырақтарға сынып жатты. Ол шынтақтап алға жынсымақ болып, өлтірмеші, өтінемін, енді істемеймін, кешір деп жалынды. Қажымұрат бекітпесін тартып, гильзаны шығарды. Жаңа оқты орнына салып, сарт еткізіп жапты. Асықпай Берікке қарай беттеді. Әр қадамы ауыр, әрі нық. Жанына келгенде Берік жерде бүрісіп жатқан еді. Көзі жасқа, жүзі үрейге толған. Қажымұрат ақсақал, өлтірмеңізші, түзелемін, ақша беремін, қанша десеңіз де. Қажымұрат оған жоғардан төмен қарап, ақырын сөйледі. Менің немерем Айжан да сенен осылай өтінген еді. Ол да жылап, көке, тиіспеңізші деп шыңғырды. Сен тоқтамадың, оны тірідей жайлап тілдің. Берік еңіреп, жылап жіберді. Кешірші мені. Қажымұрат мылтығын Беріктің маңдайына тіреді. Берік көзін жұмып, соңғы рет өксіп жіберді. Жоқ. Қажымұрат ілмекті басты. Ату. Оқ Беріктің маңдайынан кіріп, шүйдесінен шықты. Бұзақы бір сел кетті де, тіл тартпай кетті. Өлді. Көздері аспанға қараған күйі қалды. Қажымұрат өлікке 10 секундтай қарап тұрды да, мылтығын қайта оқтап, үйшікке қарай беттеді. Серік еденде жатыр. Қорқыншынан бүкіл денесі қалтырап кеткен. 2 рет атылған дыбысты естіді. Ағасының өлгенін сезді. Қажымұрат босағадан көрінгенде, Серік жан даусы шыға айқайлай бастады. Өлтірмеші мені, өтінемін Қажымұрат ата, менің еш кінәм жоқ, бәрін Берік істеді, ол мені мәжбүрледі. Менің кәрі шешем бар, ол жалғыз қалады. Соны аяңыз. Қажымұрат жақындап келіп еңкейді де, Серіктің аяғын шешіп, желкесінен тартып тұрғызды. Олы да сыртқа сүйретті.
Серік үрейден аяғын баса алмай сүрініп қабынып келе жатыр. Қария оны үйшіктен 20 метрдей ұзатып апарып, қолын босатты да 5 метр кейін шегінді, мылтығын көтерді. Серік тізе бүгіп, екі қолын жайып жалбарына бастады. Қажымұрат ата, жалынамын, мен түзелемін, ауылдан кетіп қалам, ешқашан оралмаймын, ант етемін, өлтірмеңізші. Қажымұрат оған көздеуіш арқылы қарап тұрып, ағаң 9 жасар қызды қорлап жатқанда, сен қасында тұрдың. Сен оны тоқтатпадың, пышағын тартып алмадың, баланы қорғамадың. Сен де ағаң сияқты кінәлісің, Серік. Мен Беріктен қорықтым. Ол мені үнемі ұратын, оған қарсы келе алмадым. Айжан да қорықты. Ол дәрменсіз еді. Не бары 9 жасар кішкентай қыз. Ал сендер дәуде еркексіңдер. Серік сөздің көмектеспейтінін түсінді. Атып тұрып қаша жөнелді. Ол Беріктен 6 жас кіші, әрі әлде қайда сау еді. Бар күшімен ағаштардың арасымен бұлғақтап қашып барады. 30 метр, 40 метр, 50 метр. Қажымұрат қозғалмай тұр. Мылтық иығында, жанары көздеуіште. Серік 120 метрдей ұзаты. Бұталардан секіріп, ағаштарды тасалап жүр. Қажымұрат нысананы аңдып, сәтті күтті. Серік екі ағаштың арасындағы ашық жерге шыға бергенде, қария демін ішіне тартып, ілмекті баяу басты. Ату! Серік жерге оң бауырлап түсті. Оқ сол жақ балтырын тесіп өткен, сүйекке тимегенмен, бұлшық етін талқандап жіберді. Сұмдық ауырсыну. Серік тұрмақшы болды, бірақ аяғы бастырмады. Шөпке ағаш тамырларына жармасып, бауырлап жылжып барады. Көмектесіңдер деп айқайлайды, бірақ бұл иен орман. Ауылға дейін 15 шақырым, ешкім естімейді. Қажымұрат мылтығын қайта оқтап, Серікке жақындады. Серік етпетінен жатып, беті батпақ пен жапыраққа малшынған күйі еңіреп, жылап жатыр. Өлтірмеші, мен әлі жаспын, 32-демін, өмір сүргім келеді. Қажымұрат оның төбесінде тұрып, ұзақ үнсіз қалды. Сосын ақырын тіл қатты. Сен ағаңнан 6 жас кішісің. Алдында жақсы өмір, жұмыс, отбасы, балашаға болуы мүмкін еді. Бірақ сен басқа жолды таңдадың. Сен ішуді, ұрлық жасауды, баланы қорлауды таңдадың. Мен түзелемін, ақсақал. Маған мүмкіндік беріңіз. Айжан өмір бойы бетіндегі тыртықпен өмір сүреді. Күн сайын айнаға қарағанда, ол сендердің істеген қышылмыстарыңды көреді. Сенің жанында тұрып көмектеспегеніңді есіне алады. Ол өргенше осы қасіретпен өтеді. Ал сен жай ғана тез өлесің. Қажымұрат мылтығын көтеріп, Серіктің шүйдесіне дәлдеді. Кешір мені деп сыбырлады Серік. Қажымұрат ілмекті басты. Оқ шүйдеден кіріп, маңдайдан шықты. Серік бір селгетіп, жан тәсілім қылды. Өлді. Орман ішінде өлерді тыныштық орнады. Тұман сейіліп барады. Жерде 2 мәйіт жатыр. Қажымұрат оларға сабырмен қарап, мылтығын оқтады. Үйшіктің босағасына барып отырып, кемексін тұтатты. Асықпай шегіп отырып, Айжан туралы, оның алдағы тағдыры туралы ойланды. Кемексін сөндіріп, көлігіне отырды да үйіне тартты. Таңғы сағат 9 шамасында Қажымұрат ауылына оралды. Үйіне кіріп, мылтығын шатырдағы сандыққа қайта жасырды. Қолын жуып, киімін ауыстырды да үстел басына отырып шай ішті. Терезеге қарап отырған кәдімгі қария. Ал 15 шақырым жердегі орманда 2 мәйіт суып бара жатты. Түске таман айналаға қарғалар жиналды. Олар ағаш басына қонып, оқылдап, төмен түсіп, өліктердің көзін шоқи бастады. Кешке қарай түлкілер келіп, жұмсақ еттерін жұлқылады. Түнде 3 қасқырдан тұратын топ келіп, денелерді бөлшектеп, әр жаққа сүйреп әкетті. Екінші түнде аю келіп, қалдықтарын тауысты. 3 күннен соң орманда ештеңе қалмады. Кемірілген сүйектер 100-деген метрге шашылып кетті.
Жыртқыштар сүйектерді індеріне тасып әкетті. Бас сүйектері шағылған, киімдері дал-дал болып жыртылған. Денелер жатқан жерде тек қарауытқан қандақтары мен майда сүйек сынықтары ғана қалды. 15 қазан күні кешкі сағат 8-де Арлан ұлы ағайындылардың көршісі Дәметкен апай олардың үйінің жанынан өтіп бара жатып, терезелердің қараңғы екенін байқады. Әдетте бұл уақытта олар айқайлап ішіп жатады. Дәметкен апай есікті қақты, ешкім ашпады. Ішке кіргенде ешкімді таппады. Төсектері жиналмаған, үй іші сасық, бірақ ағайындылар жоқ. Дәметкен апай көршісі Иван ақсақалға қарай жүгірді. Иван, Арланлы ағайындылар үйінде жоқ. Кеше кештен бері көрінбейді. Бір түрлі, деді Дәметкен апай мазасызданып. Аудан орталығына кеткен болар, ішімдік іздеп, деді Иван ақсақал. Көліктері аулада тұр ғой. Онда бір жерде қаңғып жүрген шығар, табылар. 16 қазан күні түске таман да ағайындылар төбе көрсетпеді. Көршілері уайымдап ауылдық кеңеске барды. Кеңес төрағасы учаскелік сақшы Саматқа хабарласты. Сақшы келіп, Арланлы ағайындылардың үйін тінтіп шықты. Ешкім жоқ. Заттары, киімдері, тіпті үстел үстіндегі біраз ақшасы 120 теңгедей 20 рубльдің 6 еселенген мөлшері орнында жатыр. Көлік аулада, қайда кеткендері белгісіз. Сақшы көршілерден жауап ала бастады. Ешкім ештеңе көрмепті. Оларды соңғы рет 14 қазан күні кешкісін көрген. Қолдарында бір шөлмек арағы бар, мас күйінде үйіне бара жатқан екен. Содан кейін жер жұтқандай жоқ. Сақшы Қажымұрат қарияға соқты. Қажымұрат ақсақал, Арланлы ағайындыларды көрмедіңіз бе? 14-сінен 15-не қараған түні жоғалып кетіпті. Жоқ, көрмедім, деді Қажымұрат байсалды ғана. 15 қазан күні бойы үйде болдым. Денсаулығым сыр беріп жаттым. Жаңбыр жауар алдында ескі жараларым сыздап маза бермейді. Мүмкін түнде көлөріктің дыбысын немесе айқайды естіген шығарсыз. Жоқ, ұйқым қатты, ештеңе естімедім. Сақшы жазып алды да кетіп қалды. Полиция ағайындыларды бір апта іздеді. Ауылды тінтумен болды. Бүкіл тұрғындардан жауап алды. Маңайды аралады. Ешкім ештеңе көрмеген, естімеген. Аудан орталығын тексерді. Жоқ. Туыстарына барды. Аудандық бөлімдегі ағасы да, көрші ауылдағы қарындасы да хабарсыз. Дос жаран, ішпек қалжындарын тексерді. Ешкім білмейді. 2 аптадан соң облыстық басқарма іске кірісті. Арқатөбе аймағы бойынша іздеу жарияланып, бекеттер, ауруханалар, мәйітханалар тексерілді. Нәтиже жоқ. Тергеу болжамдары әртүрлі болды. Қашып кетті. Жергілікті бұзазақларға ұрланған ішімдік үшін 1800 теңге қарыз екен. Біреулер өлтіріп кетті. Жаулары көп еді. Бір жерде ішіп жатып, үсіп өлді. Барлық болжамдар қарастырылды, бірақ мәйіт де, куәгер де, із де жоқ. Қажымұрат қарияны тіпті қатты тергеген де жоқ. 68 жастағы, аурушаң, соғыс ардагері, ел сыйлайтын ақсақал. Оған мына 2 мас күнемнің не керегі бар десті. Я, немересін қорлаған рас, бірақ іс жабылды ғой. Қажымұрат жуас, мәдениетті адам. Қанға қан дейтін кекшілдердің қатарынан емес деп есептеді. Оны күдіктілер тізімінен бірден сызып тастады. 20 қазан күні Айжан ауруханадан шықты. Беті әлі таңулы. 1 аптадан соң таңғы шалынады. Дәргер анасына: тыртықтар терен, уақыт өте келе омып кетеді, бірақ жоғалмайды. Жүзі зақымдалды. Қазіргі таңда мұны қалпына келтіру мүмкін емес. Азыңыздың осымен өмір сүруіне тура келеді, деді. Анасы егіліп жылады. Айжанды үйіне алып келді. Қажымұрат 2 күннен соң немересіне келді. Айжан төсекте отыр екен. Атасын көргенде қолын созды. Ата! Қажымұрат оны бауырына басып құшақтады. Айжантай, ботам менің. Айжан атасын қатты құшақтап, сосын жүзіне қарады. Ата, дәргерлер тыртық қалады, сен қобыжық боласын дейді.
Қажымұрат оның басынан сипады. Жоқ күнім, сен құбыжық болмайсың. Сен әлемдегі ең сұлу қыз боласың. Бұл тыртықтар сенің қандай мықты екеніңді білдіретін белгі ғана. Сен тірі қалдың, Айжан. Бірақ мектепте балалар мазақтайды ғой. Мазақтап көрсін, мен олармен өзім сөйлесемін. Айжан әлсіз ғана жымиды. Сосын атасына байыппен қарап сыбырлады. Ата, Арлан ұлы ағайындылар жоғалып кетіпті ғой. Ауылдағылардың бәрі соны айтып жатыр, таба алмай жатыр екен. Қажымұрат терезеге қарап, ұзақ үнсіз қалды. Сосын бұрылып, немересінің көзіне тура қарап, ақырын ғана: олар енді ешкімге зиян келтірмейді. Ешқашан. Уайымдамай ұйықтай бер, Айжантай, деді. Айжан басын изеп, атасын тағы бір құшақтады. Рахмет, ата. Қажымұрат бұрынғыша өмір сүре берді. Бақшасында істеді, балыққа барды, көршілерінің қоршауын жөндеп, отынын жарып берді. Ауылдастары оны құрметтейтін, сақшы кейде кетіп: бөтен біреулерді көрмедіңіз бе? Ағайындылар туралы бірдеңе естімедіңіз бе деп сұрайтын. Қажымұрат: жоқ, ештеңе білмеймін деп жауап беретін. Арлан ұлы ағайындылардың жоғалуы туралы іс 1 жыл жүргізілді. Ешқандай дерек табылмады. 1988 жылы іс ашылмаған қылмыстар санатына өтті. 2001 жылы іс ескіруіне байланысты бір жола жабылды. Олар хабарсыз кеткендер болып қала берді. Айжан өсті, бетіндегі тыртықтары қалды. Маңдайынан иегіне дейін түскен 2 терең сызық уақыт өте бозарғанымен анық көрініп тұратын. Мектепте алғашқыда балалар саусағымен көрсетіп сыбырласатын, бірақ Айжан жасыма да тығылмады. Атасы оған өзімен мақтануды үйретті. Сен ерекшесің, Айжан. Сен кез келген ересек адамның шыдамы жетпейтін сынақтан өттің. Сен жауынгерсің. Айжан атасына сенді. 1994 жылы Қажымұрат қария 76 жасында ұйқысында тыныш қана дүниеден өтті. Оны жерлеуге бүкіл Қайыңды ауылының тұрғындары жиналды. Жақсы адам еді, адал, әділ еді десті бәрі. Айжан бейіт басында тұрды. Бұл 17 жаста еді. Бетінде тыртығы болса да, ол сұлу, мықты, еңсесі биік қыз болып өсті. Қабір басына гүл қойып, іштей: рахмет ата бәрі үшін. Мен сен үйреткендей лайықты өмір сүремін деп сыбырлады. Берік пен Серіктің денесі сол күйі табылмады. Олардың сүйектері әлі де Қайыңды ауылынан 15 шақырым жердегі орман ішінде жатыр. Аңдар жан жаққа шашып кеткен, мүк басқан, шөп өскен сүйектер табиғаттың бір бөлшегіне айналды. Табиғат оларды мәңгілікке жұтып қойды. Өйткені кейде әділдік дегеніміз тамыр таныстық пен дәлел жоқтығынан істі жауып тастайтын полиция емес. Немесе ағасы бастық болғандықтан сотталмайтын қылмыскерлерді жазалайтын сот та емес. Кейде әділдік дегеніміз қолында Мосин мылтығы бар 68 жастағы қарт мерген.